Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Видеоның соңына дейін тыңдаңыз да, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Алла маған осылай адал екенімді дәлелденді. Осы қатты жариялап отырған себебім, адамдар әр жасаған қателіктеріне сабақ алса екен деймін. Әрбір қараңғы түнектің алдында шуақты күн шығар сөзсіз. Егер адамның көз жасы жазықсыз болса, Алла оны ешқашан жібермейді екен. Мен бала кезімнен оқуға қатты бейім болдым. Әке-шешем дінге жақын, ата-әжеміз намаз оқитын өте қазақи адамдар болды. Бізге берген тәрбиесі өте керемет еді. Мен 6 класстан бастап мемлекеттік қыздар медресесінде қосымша ілім алдым. Оқу үлгерімім озат. Жігіт деген мен үшін қызықтырмайтын әңгіме болған. 8 класста мен есімді класстасым қатты жақсы көрді. Бірақ мен оған ешқандай келісім берген емеспін. Сөйтіп жүріп оқу бітірдік. Астана қаласының Еуразиялық ұлттық университетіне грантқа түстім. 2011 жыл 2 курсқа класстың балалары бас қосатын болып, Өскеменге жиналатын болдық. Оқудан шаршап жүрген мен үшін достарымды көру қуаныш болды. Екінші семестрдің жартысын аяқтап, наурыз кезінде демалыста Өскеменге бардым. Бәріміз жиналып, бас қосып, жырғап қалдық. Ол кезде мен намазымды оқимын, орамалдамын. Ешбір жігітке қолымды беріп көрген емеспін. Бұрынғы мен жақсы көрген жігіт те болды. Класстың балалары квартира алып қойыпты. Сосын кешкісін сол жігітпен бізді қамап кетті. Сөйтсем олар бізді әдейі жүргізуші үшін ұйымдастырылған екен. Пәленің көкесі енді басталды. Жігіт маған тиісе бастады. Сен мендік боласың, сосын менен аса алмай қаласың деп, мені ешкім тиіспеген тәнімді зорлап тынды. Менің күшім ештеңеге жетпеді. Класстың балаларына қатты ренжідім. Жігіттерден де әбден көңілім қалды. Жігерім құм болды. Астанаға сол күні такси тауып қайтып кеттім. Сол күннен бастап әр күнді жылаумен өткізетін болдым. Арымның осылай тапталғаны мені намыстан өлтірді. Неге сол жаққа бардым? Аяғым ауыр болып қалса ше, әке-шешем білсе ше, бармағанды осылай болмас еді деген сұрақтар миымды кетпейтін. Бұл сырымды жақын достарым айтуға да намысым жібермеді. Өкініш өзгемді өртейтін. Мен үшін бұл үлкен сынақ болды. Егер аяғым ауыр болса, әке-шешем атына кір келтіргенше өліп қалғаным дұрыс деген ойға да бардым. Бірақ Алладан қорықтым. Жігіт атаулығы жеркеніп қарайтын болдым. Мені мына түріммен кім алады? Ертең күні қыздығым жоқ деп бетіме басатын деген оймен тұрмысқа өмір бойы шықпаспын деген ой келді. Осы стресспен оқуымды нашарлап кетті. Томаға тұйық ешкіммен араласпай, жалғыз өзім жүретін болдым. Сіздер сенбейтін шығарсыздар, бірақ Құдай көріп тұр. 2011-ден 2014 жылға дейін осы стресспен арыла алмай жүрдім. Сол жылдары тіпті таң атқанша көрпенің астында жылайтынмын. Әр күнгі дұғамда Алладан кешірім сұрап, мен үшін осы бір істі қайырлы ет деп дұға қылатынмын. Бірақ Алла маған бұл қиыншылықтан 1000 еселеп қайтарды. Мен осы түнектен алып шыққан осы күнге күйеуім, ол бар сырымды ешкімге айтпаған мұңымды бәрін жеңуге көмектесті. Менің сіздермен бөлісетін керемет тағы бір сырым, Алланың құдіреті шексіз екенін мені қатты таңқалдырды. 2011 жылы мен қан жоса болып, алынып қалған арым қайта қалпына келген екен. 2014 жылы тұрмыс құрған алғашқы 2 түнім сәтті өтті. Қыздығым қалпына келген. Алла маған осылай адал екенімді дәлелдеді. Күйеуім екеуміз қатты таңқалдық. Күндер өте ана жігіт туралы таныстардан естідім. Әлі күнге дейін қызы да жоқ. Бір қыздың аяғы ауыр қылып тастап оны алмаймын деп, қыз ДНК сараптамасын жасатып сотқа берген екен. Менен кейін көрмеген қиындығы жоқ. Кредит алғаны, оны төлей алмаған. 2015 жылдың аяғында ол жігіт маған звондап жылады. Сені қатты ренжіттім. Содан кейін жолым болған емес. Маған кешірім берші, тек кешірім берсең болды. Жасаған ісім қатты өкінемін деп менен кешірім алды. Менің түсінгенім, жазықсыз болсаңыз, оның артында еселенген жақсылық болады екен. Соған сеніңіздер. Алла бәрін көріп тұр. Жазықсыз жандар сіздер үшін Құдайдан мыңдаған жақсылықтар болатынын мен сенемін. Алланың құдіреті шексіз. Бір Аллаға сенсең бәрі болады.
Міне құрметтер оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.